Нөмірі 2-ші дәріс ежелгі Қазақстан тарихының археологиялық тұрғыда зерттелуі. Археология ғылымының пайда болуы мен қалыптасу тарихы деп аталатын бірінші мәселеде біз адам қоғамының қалыптасып дамуы жайлы тарихи деректерді зерттеу арқылы танып білеміз. Тарих ғылымында деректерді үлкен екі топқа бөліп қарастырады. Оның біріншісі заттай дерек, яғни археологиялық дерек. Яғни заттай дерек болып, атқарған қызметіне қарай еңбек құралдары, қару-жарақтар, тұрмыстық заттар болып топтастырылады. Осы тұрғыдан алғанда археология жеке ғылым болып есептеледі. Дегенмен, тарих пен археологияның мақсат міндеттері бір және бір тұтас ғылым екендігін ұмытуға болмайды. Олардың айырмашылығы зерттеу деректері мен олардың қолдану әдістерінде археология тарих секілді тіршілігінің барлық адамзат тарихының болмысын зерттеп біледі. Екіншісі жазба деректер. Ол адам қоғамының 5000 жылдық тарихын, яғни таптық қоғамның қалыптасып дамуынан бергі қарайғы кезеңдегі зерттеуге көмектесе алады және археологиялық деректерді толықтыра түседі. Осылайша археология тарихтың мерзімдік шеңберін 2 миллион жылдан астам уақытқа ұзартып, адамзат өркениетінің сонау бастапқы кезеңінен бүгінгі күнге дейінгі тарихын жүйелі зерттеуге өзінің септігін тигізді. Археологиялық зерттеулер 3 кезеңнен тұрады. Біріншісі археологиялық барлау, яғни ескерткіштерді іздеп тауып, мемлекеттік есепке алу, қорғау болса, екіншісі сол ескерткіштерді қазба жұмыстарын жүргізе отырып, оларды табылған заттарды археологиялық негізде зерттеуге кіріседі. Үшіншісі, зерттеу нәтижесіне сай ежелгі адамдардың тұрмыс тіршілігінің қалыптасып дамуындағы қайшылықтар мен заңдылықтар жайлы арнайы ғылыми мақалалар мен кітаптар жазуға тырысады. Археологияның бастамасы көне Вавилонда байқалды, яғни өздеріңіз білесіздер, ежелгі өркениеттің қайнар бастауы бұл Тигр мен Ефрат өзендерінің арасындағы, яғни Месопотамиядағы өмір сүрген Вавилон, Шумер, Аккад сияқты алғашқы қала мемлекеттерінің тарихын зерттеуден басталған болатын. Археология ол сонау тас ғасырынан бері қарайға өте маңызды тарих ғылымының саласы болып саналатындығы белгілі. Екінші, патшалық Ресей кезеңіндегі Қазақстанда археологиялық тұрғыда зерттеу жұмыстары. Бұл бойынша 19 ғасырда Ресей империясы Қазақстанды отарлады, аяқтады бұл процесті. Соның нәтижесінде Қазақстанға арнайы ғылыми зерттеу экспедицияларын жіберіп, сол экспедициялар көптеген тарихымыздан мәлімет беретін археологиялық орындарды тапты. Соның ішіндегі ең алғашқы археологтар, этнографтар, мәселен, Радыловты айтсақ болады. Одан кейін ол түркі халықтарының тілі мен фольклорын ғана зерттемей, сонымен қатар археологиялық ескерткіштерді сипаттап, оларды ғылыми жүйеге келтірді. Одан кейін Аристов, Пантосов, Кастане сияқты ғалымдар Түркістан, Тараз, Отырар сияқты ежелгі қалалар мен қорғандарды зерттеп, олардың тарихи маңызын анықтады. Олардың тарапынан зерттелген археологиялық нысандарға жататын мынандай орындарды атап өтуімізге болады. Қаратау жотасындағы тас дәуір тұрақтары, яғни алғашқы адамдардың өмір сүргенін дәлелдейтін археологиялық орындар. Одан кейін Отырар, Сауран, Тараз қалалары сияқты орта ғасырлық қала мәдениетінің дамуы. Үшінші, Сақ, Үйсін, Қаңлы кезеңіне жататын қорғандар. Бұл кезеңдегі зерттеудің ерекшелігіне тоқталатын болсақ, жиналған деректер кейінгі кеңестік және тәуелсіздік дәуіріндегі археологиялық зерттеулерге негіз болды. Патшалық Ресей кезеңінде жүргізілген археологиялық жұмыстар Қазақстан археологиясының іргетасын қалаған алғашқы қадамдар. Қорытындылай келсек, патшалық Ресей кезеңіндегі археологиялық зерттеулер Қазақстан тарихын ғылыми тұрғыда танудың алғашқы кезеңі болып сипатталады. Жиналған деректер
біз үшін құнды ақпарат көзіне айналды және Қазақстан археология ғылымының қалыптасуында ерекше орын алды деп айтуымызға болады.